Өзбекстан инвесторлары Түркістан өңіріне 5 миллиард теңге инвестиция құймақ. Көрші ел кәсіпкерлері мақта өңдеу, тері өңдеу, жеңіл өнеркәсіп саласында жобалар ұсынды. Облыс әкімі Дархан Сатыбалды Түркістан өңірінің инвестициялық мүмкіндігімен танысуға келген Өзбекстанның бірнеше компаниялардың 50-ден астам өкілдерімен кездесті. Өзбекстандық делегация өкілдері Түркістан облысымен екі жақты тығыз байланыс орнатуға ниетті. Көрші елден келген инвесторлар мен бизнес өкілдеріне өзара ынтымақтастықтың тиімді тұстары ұсынылды. Кездесуге Қазақстан Республикасының индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі индустриалды даму комитеті төрағасының орынбасары Олжас Сапарбеков қатысты. Мамыр айында Қазақстан мен Өзбекстанның жеңіл өнеркәсіп кешенін бірлесе отырып дамыту мақсатында үкіметаралық келісімдер жасалып, Орталық Азия халықаралық өнеркәсіптік кооперация орталығы құруды жеделдету жөніндегі жол картасына қол қойған болатын. Осы мақсатта делегация өкілдері екі жақты бірлескен жобалар жасап, серіктестік құру, сонымен қатар өнімдерді экспорттау ісінде текстиль өндірісін дамытуда екі жақта тәжірибе алмасу мәселелерін ортаға салды. Түркістан, вы хорошо знаете. Барлықтарыңыз Түркістанды жақсы білесіздер. Бұл жер 5 жыл бұрын қайтадан Түркістан облысы болып құрылды. Шымкент қаласының облыстық орталығы осында көшірілді. Түркістан барлық түркітілдес елдер үшін қасиетті жер болып саналады. Небәрі 5 жыл ішінде үлкен жұмыс жасалды. Егер сіздер бұрын осында болып көрсеңіздер, үлкен айырмашылықты байқай аласыздар. Түркістан туралы көп айта берудің қажеті жоқ. Менталитет пен климаттық жағдайы Өзбекстанмен бірдей. Мұнда 306 мыңнан астам өзбек ұлты бар. Логистика тұрғысынан транзиттің 70% Өзбекстаннан біздің облыс арқылы өтеді. Сондықтан бізде Өзбекстанмен кооперация құру мүмкіндігі бар. Сонымен қатар Түркістан индустриалды аймағы мен арнайы экономикалық аймағы жайлы ақпарат берілді. Айта кетерлігі, индустриалды аймақта инфрақұрылыммен қамтылған дайын жерлер мен дайын өндіріс алаңдары салынған. Кәсіпкерлер аумақтағы жерді сатып алуға, жалға алуға немесе бөліп төлеу арқылы кәсібін жүргізе алады. Встреча данного формата Бұл форматтағы кездесу екі ел арасында алғаш рет өтіп жатыр. Өзбекстан мен Қазақстанның бизнес қауымдастығы арасындағы бірлескен қызмет бойынша егжей-тегжейлі презентация жасалып өтті. Біздің қазақ әріптестеріміз тарапынан қазіргі уақытта Түркістан облысында дамып келе жатқан еркін экономикалық аймақтарды да бизнесті қаржыландыру және кредиттеу бойынша презентациялар болды. Біз өз өнімдерімізді үшінші елдерге одан әрі экспорттау үшін бірлескен өндірісті ұйымдастыруға мүдделіміз. Қазақстан ұсынатын жағдайлар мен мүмкіндіктер бізді қатты қызықтырды. Жалпы индустриалды аймақта орналасқан Өзбекстан мен бірлескен кәсіпорын Түркістан текстиль жобасы да тігін өндіру саласындағы облыста нәтижелі, жемісті жобаға айналған кәсіп түрі болып саналады. Өзара ынтымақтастықтың арқасында Түркістан облысы мен Өзбекстан арасындағы тауар айналымы өткен жылы 445,7 миллион ақш долларын құрады. Айта кету керек, өткен жылмен салыстырғанда тауар айналымы 32%-дан өсті. Меруерт Жақсылық, Қайыржан Бекберген, Әділет ақпарат.